Сәлеметсіңдер ме балалар? 2 сынып математика пәні 51 сабақ. Уақыт, уақыттың өлшем бірліктері тақырыбын өтетін боламыз. Балалар, менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңдар. Балалар, бірінші тапсырмаға қараймыз. Тәулік бөліктерінің ұзақтығын біліп, кестеге жаз дейді. Балалар, бізде тәуліктің бөліктері берілген: таңертең, күндіз, кеш және түн. Бірінші ережені мұқият оқып, жаттап алайық. Бір тәулікте 24 сағат бар. Ол 4 уақыт аралығына бөлінеді: таңертең, күндіз, кеш және түн. Ал енді тәулік бөліктерінің ұзақтығы кестесін толтырайық. Таңертең сағат 6:00-ден сағат 12-ге дейін бұл таңертеңді білдіреді. Ал күндіз сағат 12:00-ден сағат кешкі 18:00-ге дейін. Ал кеш бұл сағат 18:00-ден сағат 24:00-ге дейін. Ал түнгі уақыт сағат 24:00-ден сағат таңғы 6:00-ге дейін екен. Екінші тапсырма. Апта күндері атауларының тізбегін жаз, күнделікті күн тәртібің туралы әңгімеле дейді. Балалар, апта күндерінің атауларын жазайық. Бірінші күн дүйсенбі, екінші сейсенбі, үшінші сәрсенбі, төртінші күн бейсенбі, бесінші күн жұма, алтыншы күн сенбі, жетінші күн жексенбі екен. Ал енді балалар, өздеріңнің күнделікті жасайтын күн тәртіптерің туралы әңгімелеп берсеңдер болады. Үшінші тапсырма, суретке қара. Жыл мезгілдерінің айларын ата. Балалар, бізде бір жылда 12 ай бар екен. Ал енді бізде бірінші қыс мезгілі тұр. Қыс мезгілінің айлары желтоқсан, қаңтар, ақпан. Ал көктем мезгілінің айлары наурыз, сәуір, мамыр. Жаз мезгілінің айлары маусым, шілде, тамыз. Күз мезгілінің айлары қыркүйек, қазан, қараша екен. Балалар, жыл бұл жер планетасының күнді толық бір айналым жасағандағы уақыт екен. Бір жылда 12 ай бар, олар 3 айдан 4 жыл мезгілін құрайды. Қыс, көктем, жаз, күз. Демек, әрбір мезгілде бізде 3 айдан бар екен. Есімізге сақтап аламыз. Төртінші тапсырма. Әр айда неше күн бар екенін ата және есіңе сақта дейді. Балалар, бізде 31 күн, қаңтар, наурыз, мамыр, шілде, тамыз, қазан, желтоқсан айларында бізде 31 күн бар екен. Ал сәуір, маусым, қыркүйек, қараша айларында 30 күн бар екен. Ал ақпан айында 28 немесе 29 күн бар екен. Ай бұл айдың жерді айналуымен байланысты уақыт бірлігі. Бір айдағы күндер саны әртүрлі болуы мүмкін екен. Ережені есімізге сақтап аламыз. Бесінші тапсырма. Күнтізбені пайдаланып, әр жыл мезгілінің неше күнге созылатынын біл дейді. Балалар, қыс мезгілі бізде 90 немесе 91 күнге созылады екен. Яғни ол желтоқсан айы 31 күн, қаңтар айы 31 күн, ақпан айы 28 немесе 29 күн. Ал енді осы 3 айды қосқан кезде бізде 90 немесе 91 күн шығады екен. Көктем мезгілі бізде 92 күнге созылады екен. Себебі наурыз бізде 31 күн, сәуір 30 күн, мамыр 31 күн. Осы 3 айды қосқан кезде бізде 92 күн шығады екен. Ал жаз мезгілі бізде 92 күнге созылады. Маусым 30 күн, шілде 31 күн, тамыз 31 күнді құрайды. Күз мезгілі 91 күнді құрайды. Қыркүйек айы 30 күн, қазан айы 31 күн, қараша айы 30 күнді құрайды. Келесі 6-шы тапсырма. Қай айда және қай күні атап өтіледі дейді. Бірінші, Қазақстанның тәуелсіздік күні. Балалар, біз тәуелсіздік күнін 16 желтоқсанда атап өтеміз. Екінші, білім күні. Білім күні бізде 1 қыркүйек. Ал наурыз мерекесі бізде 22 наурыз күні тойланады. 7-ші тапсырма. Амалдарды орында. 34 қосу 66 тең 100. 95 азайту 27 тең 68. Жақша ішінде 25 қосу 0. Жақша жабылған азайту, жақша ішінде 100 азайту 75. Балалар, бірінші жақша іші орындалады.
25-ке 0-ді қоссақ 25, 100-ден 75-ті азайтсақ 25 қалады. Ал 25-тен 25-ті азайтсақ 0 шығады екен. 8-ші тапсырма. Бос орынға тиісті санды қой дейді. Балалар, 12 ай бізде 1 жылға тең. Ал 1 тәулікте 24 сағат бар. 2 аптада 14 тәулік бар. Себебі 1 аптада бізде 7 күн бар, демек 2 аптада 14 тәулік болады. 2 жылда 24 ай бар. Себебі 1 жылда 12 ай бар, ал 2 жылда 24 ай болады. 60 минутта 1 сағат бар. Ал 26 сағатта 1 тәулік 2 сағат бар екен. Өйткені 1 тәулікте бізде 24 сағат бар. 26-дан 24-ті азайтсақ, 1 тәулік 2 сағат шығады екен. 9-ші тапсырма. Отбасы мүшелерінің туған айын, күнін және жасын кесте құрып жаз дейді. Балалар, әкемнің туылған күні 17-ші қазан, 38 жаста. Анамның туылған күні 11-ші сәуір, 36 жаста. Ағамның туылған күні 2-ші қаңтар, 15 жаста. Әпкемнің туылған күні 15-ші мамыр, 10 жаста. Ал мен 23-ші маусым туылған күнім, жасым 7 жаста. Осылай өз отбасы мүшелерінің туылған күні мен жастарын жазып шықсаң болады. 10-ші тапсырма. Берілген уақыттар тәуліктің қай бөлігі екенін ата және басқаша жазып көрсет. 15 сағат, 21 сағат, 12 сағат 30 минут, 20 сағат 10 минут, 23 сағат 15 минут дейді. Ал енді біз тәуліктің бөліктерін жазып алайық. Ол таңертең, күндіз, кеш және түн. Бізде берілген 12 сағат 30 бұл бізде күндізгі уақытты көрсетеді және 15 сағат 00 минут. Бұл да бізде күндізгі уақыт. Ал 20 сағат 10 минут, 21 сағат және 23 сағат 15 минутымыз бізде кешкі уақытты білдіреді екен. Осылай бөліп қойсақ болады. Балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Барлық тапсырмалар сендерге түсінікті болды деген ойдамын. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау болыңдар.